Қайырлы күн. Бүгін қымбат Қасымқызы бастаған топпен саяси қуғын-сүргін құрбандары музейіне барып, сол бір ауыр кезеңнің тарихымен тереңірек танысып қайттық. Қуғын-сүргін жылдары халқымыздың тарихындағы ең ауыр кезең. Мыңдаған жазықсыз жан азап шегіп өмірден өтті. Олардың есімдері жүректе, олардың тағдырлары тарихқа мәңгі жазылған. Иә, қаншама жазықсыз жан репрессия жылдарында құрбан болды. Олар өз халқының азаттығы мен болашағы үшін өмірін қиды. Ұлт зиялылары елдің рухы мен намысы. Олар білім мен ерлік жолында халқына қызмет етті. Репрессия жылдарында талайы жазықсыз жапа шекті. Бірақ олардың арманы тәуелсіз Қазақстан жүзеге асты. Сонымен қатар, ел үшін барын салған талай арыстар да қуғын-сүргін құрбаны болды. Олар азаттық пен әділдік жолында күресті. Жазықсыз жапа шекті, бірақ рухы сынбады. Олардың ерлігі мен есімі тарихтың мәңгі беттеріне жазылған. Карлаг кеңес дәуіріндегі ең ірі лагерлердің бірі. Мұнда мыңдаған жазықсыз жан, соның ішінде қазақтың талай зиялылары Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Ильяс Жансүгіров азап шекті. Карлаг халқымыздың жүрегінде қалған қасіретті тарих, еркіндік пен әділдік жолында жанын қиғандардың естелігі. Бұл жылдар халқымыздың қасіретке толы тарихы. 1916 көтеріліс, 1931 жылғы ашаршылық, 1937 жылы репрессия, 1986 жылы желтоқсан оқиғасы. Бұл азап пен ерліктің, тәуелсіздікке ұмтылыстың тарихы. Қуғын-сүргін халқымыздың жүрегінде мәңгі жазылған жара. Мыңдаған жазықсыз азамат айдалып, атылды, азап шекті. Олар елі мен жерінің болашағы үшін жанын қиды. Бұл зұлмат жылдар тарихтың ең қасіретті беттері, бірақ олардың ерлігі мен рухы мәңгі өлмейді. Шешеңіздің сол қылығын есіңізге жия аласыз ба? Ол қасірет қой. Қасіретті көзбен көрместік. Көз байланып қалған кезде кеш болды. Көз жанып тұр. Шешем айқайлап тұр. Қызы қолында үлкен таяғы. Сол таяқтан аналар жасқанды. Кейін әйел екенін білген екен, топырақ іше бастады. Айқайлап жатыр. Бір уақытта мені көтеріп ала жөнелді. Сөйтсем ана қызды лақтырып өткенде, анал таласып жатқанда мені ала ашқан. Сөйтіп аман қалып екеумізде. Болмаса үшеумізде жем боламыз. Ол кезде қасқырдың жейтіні жоқ. Мал біткен, адам жейтінге шыққан. Үшеумізді де жайратады. Тағдырдың әйтеуір бір кілтипаны болды. Содан қалып кеттік.